Ассалаумағалейкум, құрметті Каз Ретро Гараж көрермендері. Жалпы өз басым қазір жаурап тонып тұрсам да қатты қуанышта және де толқыныста тұрмын. Ұзақ уақыт бойы жоқ болдым, салған жоқпын ештеңке, себебі жұмыстардың барлығын бітіріп жаттым. Біз қуанышты жаңалық автошайқасқа спонсор таптық. Одан кейін мына елімізде болған, білесіздер, қандай кезеңді басымыздан өткердік. Содан кейін спонсорымыз қазір ойланып жатыр, жалпы шайқасты жасаймыз да жасамаймыз деп, себебі үлкен зақым келген екен ол компанияға. Бірақ бүгін өкінішті жағдайларды айтатын нәрсе емес, бүгін қуаныштан бастайық. Өздеріңіз атауынан көргендеріңіздей көлік алдым. Арманымдағы көлік. Жалпы бала кезінде әркім өзі бір жатып, армандап жатады ғой, тапшанда жатып, немесе бір үйінде жатып. Міне мен осындай фургонды армандайтынмын. Шын мәнінде осындай фургонды армандайтынмын. Отбасыммен, жәнеме баламды, қызымды алып, одан кейін келіншегім бәріміз әлемді осындай фургонмен аралап жүрсек деп. Және де одан бөлек бір бала арманым, осы менде бір спорткар болса екен деп, бір Мустанг ба, бір Челленджер ма, немесе арманымдағы Камара болса екен деп едім. Ендеше қабыл алыңыздар, өте қуанышты жаңалық. Мен көлік алдым, Chevrolet Camaro. Байқап тұрғандарыңыздай қатты қуанып тұрған жоқпын, себебі мына фургон секілді ол Камара әлі толыққанды менікі емес. Мен бұл Камараны іздеп отырдым да, сөйтіп іздеп отырып, бірден шыға келді, звондадым, хабарластым, бірақ менде ол уақытта толық ақша болған жоқ. Әлі күнге дейін толық ақша жоқ. Одан кейін ойланып келіп, давай достарымнан сұрай тұрайын деп, барлық досыма хабарласып, Азамат деген досымнан әйтеуір үйтіп тауып, кішкене қарыз ақша ала тұрдым. Ол маған 2 апта уақыт берді да, 2 аптаның ішінде брат қайтарасың ба, 2 аптада маған керек болады деп. Мен барлық достарыма хабарласып, егер мен білдім да, мына көлікті қазір мен алып қалмасам, кейін бұндай вариант маған шықпайды деп, мен өзім жаңа көлік алғым келді, бірақ жақсы бағада алғым келді да, сөйтіп осы вариант маған шығып қалды. Енді не айтқым деп тұрмын мен? Құрметті достар, сіздер маған көмектесе аласыздар. Толыққанды осы көлікті алып алуыма қазір қаражат жетпей тұр. Және де мен де сіздерге күшті жаңалығым бар. Білесіздер ғой, менде Девиль бар. Осы Девильмен барлық адамдар, негізі көп адамдар армандайды, осы фотосессия жасасам, күшті бір өзіме естелікке бір Девильдің ішін ұстап көрсем, бүйтіп көрсем деген секілді. Мына сезіну үшін осы Каз Ретро Гараждың оқырмандары келу керек еді барлығы. Енді мен негізі олмен фотосессия жасауға мүлдем бермейтінмін, бірақ орта есеппен 50 мың теңге тұрады фотосессия жасау. Ал мен сол Девильді сіздер үшін әр адамнан, егер сіздер қазір 5 мың теңгеден фотосессияға шығарам, барлығына, мысалы 1000 адам жиналса, 1000 адамды 100-ден мүмкін 5 рет 5 күн бойы қатарынан шығарам фотосессияға. Сіздер қалағанша фотограф болады, фотоға түсіп, былай да былай өздеріңізді Девильмен модель сезіне аласыздар. Одан кейін біз мықтымындай өзіммен алмаппын, қазір мықты иіс шығарғыш осындай жасадық. Өзіміздің Каз Ретро Гараждың брендімен міне осындай фирмалық иіс шығарғыш жасадық. Соны сіздерге сыйлыққа беремін, сол 5 мың теңгенің ішіне. Әні Каз Ретро Гараж, автошайқас деген мындай иіс шығарғыш іліп қоятын келді. Бұл исі новая машина дейді әні. Құдай қаласа, аны біздің қатысушылардың бәріне беретін боламыз, Алла қаласа. Әдемі қып иіс шығарып жүріңіздер. Және де менімен керемет мотивациялық кездесу болады. Сол фотосессия кезінде тек қана фотосессия жасап, немесе андай сыйлық алып қана қоймай, сіздер маған үлкен көмектесесіздер, көмектеріңіз болады. Сол себепті контенттің ары қарай даму үшін мені
осы ситуациядан құтқарыңыздар. Мен арманым орындалды, бірақ соңына дейін орындалған жоқ. Сол себепті сіздер менімен біргесіздер деген ойдамын. Міне мына жерге қазір Каспи номерімізді қалдырамын. Каспи номеріміз және де астына телефон, ұялы номеріміз. Сол жаққа чекті жіберсеңіздер болады. Сіздерді бірден біздің группаларға қосамыз. Ол группаларға қосылғандардың барлығына арнайы фотосессия күні барлығы жарияланатын болады. Ендеше кеттік. Камара, наш! Ана мен көлігім, прикиньте. Көлігім емес енді. Болайын деп тұр да, бірақ болмай қалып тұр да пока что. Сол үшін прям мынандай именно осындай жағдайдағы, осындай состоянияда прям іздеп мен әрең таптым осындай. Жаңалауын алайыншы депші. Міне күшті. Құдай қаласа, егер толыққанды ақшасын беріп тастағаннан кейін уже ары қарай біз бұның не істейтінін ойланамыз. Мен қазір примерно қандай түске бояйтынды ойластырып жатырмын. Бетіне не жапсырамыз, арнайы детейлингке апарып, барлығын жасап, тюнинговать етіп, сыртын бояп, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазыңдар, қандай түске бояу керек екенін. Барлығымыз бірге шешетін боламыз. Ал қазір ана 5000 теңгелік акцияны алуды ұмытпаңыздар біздің каналды көмектесуге. Жалпы бұл машина туралы айтатын болсақ, бұл 2015 жылғы жалпы рестайлинг версиясы Камараның 3.6 мотормен. Бұл жақта енді 3.6 мотор, негізінен екі түрлі мотор жүреді ғой. Бісміллә, екі түрлі мотор жүреді ғой, 3.6 және де 6.2 SS деген. Бұл RS версиясы, одан кейін SS версиясы бар, 6.2. Ол жақта 400-ден аса жылқының күші бар, 450 ғой, қателеспесем. Қайда дей ма? Мына жерде. Енді жаңа болған енді өзің үйрене ме атқаннан кейін әлі. Міне, менде 3.6 кәдімгі базалық V6 тұр. V6, ал 6.2 объемда ол V8 моторлары жүреді. Одан кейін бұдан жаңаларында 2016-дан ары қарай жаңаларында екі көлемді турбо шыға бастаған. Екі көлемді турбо. Бұл үш түрлі осындай моторлармен жүретін көлік. Басқа айтатын ештеңкесі жоқ. Бұл негізі техникалық жағынан өте қалай айтсам болады, андай бұзылмайтын көлік болып саналады. Бұзылмағанда қалай? Прям енді бұзылмай қоймайды, енді майда шүйделері шығады ғой, бірақ негізінен Камри қандай надежный, бұл да сондай надежный машина ғой негізі. Бірақ көп адамдар ойлайды, бұл американдықтар, бұның запчастары қымбат деп. Мынаның запчастары қожайын айтпақшы, Лада девяткамен бірдей бұның бағалары деп жөндейтін заттарының. Сол секілді бұл 2015 жылғы көлік. Міне бұл көлікте маған ұнайтыны, бұл рестайлинг, бұл анау 5-ші несінің поколениясындағыдай андай домалақ фар емес. Бұл жақта міне домалақтары ангельский, негізі фарасы ұзын болып келеді, және де радиаторының торы міне бұл кішкентай болып келеді мынандай болып. Бұл рестайлинг түрі болып саналады, және де ең басты айырмашылығы ол артында. Арты міне 5-ші поколениясында, яғни дәуірінде ол мынандай екі не болып жүреді, екі қызыл бөлініп қалған. Мына жақта бірге қосылып қалған көрдіңіздер ме? Ең басты айырмашылықтары осы, ал қалғанның барлығы бірдей. Жалпы Камара сіздерге ұнайтуға айтыңыздаршы. Кім бар осында ұнамайтын? Маған ұнамайды дейтіндеріңіз пікірге қалдырыңыздаршы. Не себепті ұнамайтын? Қатып қалдым ше. Қатып тұрмын прям. Бірақ сіздерге барлығын көрдіңіздер ме? Барлығы шынайы айтып жатырмын, қандай қарыздарға кіріп кеткенімді, қалайынан алып жатқанымды. Жалпы бұл көлікті ең бастысы сіздерге айтарым осындай. Сіздердің де армандарыңыз болса, сіздер ең бастысы тәуекел етіп бір қадам жасасаңыздар, сол қадам жасағаннан кейін ары қарай Алла тағала өзі сіздерге жолдарын көрсетеді. Міне маған негізі бұған дейін үйтіп девилді шығарам деген немесе басқа да ойлар мүлдем келмеген етін. Дәл қазіргі сәтте түнде сол алдым көлікті, барып жарты ақшасын бердім қарызға алып. Содан кейін ой келді да, не істесем болады, қалай қылсам болады, мен қалай адамдардан көмек сұрасам болады, егер мысалы не оларға бір нәрсе беру керек ме деген секілді ойлар сол кезде түнде Алла тағала ойыма салды. Сол үшін тәуекел етуден қорықпаңыздар достар. Енді бұл жақта моторын көрсеттім. Жалпы дөңгелектері 20 дюймді, 20, кейбіреулері бар 22 сабалатын, бірақ мен айдап сіздерге қазір көрсетемін. 22 тұрмақ, мына 20-ның өзінде өте қаттандай прям жесткий машина бар ғой, дық деп жүреді екен. Ең ұнамайтын нәрсесі сол. Қалғаны жалпы енді сырты ғой бәрімізге ұнайтын, трансформерден білетін, және де одан да бөлек бұл көліктің аты ғой Камара деген. Бұл деген масыл кар ғой, бұл деген бұрынғы
кәдімгідей аңыздан аңызға келе жатқан көлік болып саналады. Сол себепті кішкене сондай аңыз көлік болғанының өзі саған кішкене ішіңнен бір энергетика, бір дух беріп тұрады да. Менімен келісесіздер деген ойдамын. Сол басқа не айтам тағы да, міне бұл RS комплектациясы. RS комплектация деген SS-қа дейінгі толық болып жүреді. Бұл жақта тек қана люк жоқ, қалғанның барлығы бар, проекция бар. Оны қазір ішіне кірген кезде сіздерге көрсететін боламын. Ең барлығандай ой осындай деп жататын нәрсе ол багажнигі. Так, кілтім қайда? Кілтім бар екен ғой. Кілтпен ашылады екен ғой, аяқтан іздеп отырмын да. Ол багажнигі кішкентай деп жатады. Дым да кішкентай емес міне. Багажнигінің мынау кіретін жері ғана кішкентай. Көрдіңіздер ма? Кіретін жері. Мұны жерден былайынан кіріп кететін болса, ар жағы деген үлкен. Әкімжан сиіп кетеді мынаның ішіне, отвечаю. Кеш әкім. Давай, жатып көрші кәнің ішіне. Әкім, давай, көрші. Отвечаю, сиіп кетесің. Жоқ, аяғымен бірінші отырып алсай, артпен бүйтіп отырды. Ішіне фук кіріп кетсе. Кір енді. Все. Қараңыздар, бір ерекшелігі, егер сіздер өйстіп адамды ұрлап баратсаңыздар, біреуді кішкентай баланы салып алып, қорқытам деп алып кетіп баратсаңыздар, мына жақта міне американдықтар мынандай нәрсе істеп қойған міне. Мынаны тартса, істемей ма білмеймін, бірақ менің көлігімде. Мынаны тартса, ол ашылу керек ішінен. Давайте тексеріп көрейік. Әкім, естідің ғой, ананы тартсаң. Ашты. Мойындап тұрмын, ашылмай қалама деп. Седай шық. Апсымын. Машинаны әлі толық алмай жатып, уже багажнигіне адам кіргізіп дейсің ғой. Міне осындай. Бұл жақта спойлер орнатылған. Мына жарықтандырғыштарының барлығы, тоқтауыш шамдары барлығы. Тоқтауыш деген қалай кетті? Стоп сигнал деген қалай? Стоп сигнал ғой қазақшасында, ja? Стоп сигналдардың барлығы жанады. Міне бұл жақта мұржалары екіге бөлінген. Екеуі де өтіргандай әшейін не емес, декорация емес, бұл шын мәнінде кәдімгі өзінің мұржалары екіге бөлінген. Дауысы өте әдемі шығады. Қазір сіздерге оталдырып дауысын көрсетейін. Міне, бісміллә, оталдырып. Кірген кезде ыңғайсыз. Міне, осы тағы да бір минусы. Мынау бүйтіп ашасың, міне, кірген кезде андай бүйтіп, мына жерге бүйтіп отыру керексің. Бірақ енді әркімге әр қалай ғой, мен бірақ жылдам отырып үйреніп кеттім. Бірінші кезге шығар ыңғайсыз. Так былай камераның иесіне ол ешқандай да проблема емес, көрдіңіздер ма? Бісміллә деп оталдырайық. Ошибкалардың бәрі өшеді әні. Chevrolet деген жазады. Міне сіздерге көрсетейін деген проекция ғой, міне. Ана жақта проекция. Көрініп тұр ма проекция? Міне осындай проекциясы бар. Көрдіңіздер ма? Фук. Әні ауысып жатыр. Маған мынау ұнайды. Бірақ бұл кішкене кедергі жасайды екен көзге. Көзге кедергі жасайды екен. Мысалы, аварийканы жақсаңыздар, сол жақта проекцияда аварийка жанып тұрады, күшті. Осы ұнаған нәрсесі. Мына жақта қараңыздар, мультируль, кнопкалардың барлығы бар рульде. Бірақ бұл Камараның рулі емес, Камарада ортасында Камараның рулі емес, енді Камараның рулі ғой. Бірақ жоғарғы прям SS комплектацияларында Камара дейтін руль болады. Мына жақта міне монитор, бұл сенсорлы монитор. Бұл да жоғарғы RS комплектациясында жүреді, ал кіші комплектацияларда мынандай Kia Rio сияқты жай магнитофон. Дауысы өте жақсы шығады, ауыстыруға болады. Мына жақта тағы да мына датчиктері бар. Мына аккумулятордың датчигі, мынау майдың датчигі, майдың давлениясы, мынау коробкадағы майдың давлениясы. Одан басқа не айтасың? Басқа ештеңке жоқ. Бұл жалпы американдықтарды білесіздер ғой, ішке арнап ештеңке жасамайды. Барлығын әшейін мынандай материалдардан жасай салады. Мына жері мына кожамен тігілген, ал мынау кәдімгі пластик анау. Renault Logan'дарда, Chevrolet Cobalt'тағы сияқты кәдімгі просто пластик. Бұның барлығы ертең дауыс шығып кетпесе екен деген ойдамын, ниеттемін. Мына жерінде маған ұнағаны көккүмбек жанады мына түнде. Не жері өзі жанады көккүмбек болып. Ұнағаны сол. Қалған барлығы мына жерде дым ешқандай функциялары жоқ. Айнасын, мысалы кейбір машиналарда айнасын ашсаң, мына жерде свет жанады, бұда ондай ештеңке жоқ. Көрдіңіздер ме?
қатты ішке кіріп кеткен секілді. Анау айтады, лобовой слишком кішкентай деп. Жоқ, лобовой нормально. Бірақтан анау алды көрінбейді екен, шын мәнінде айтатындай рас. Алды бүйтіп анау бұрышын, оң жақ бұрышын мүлдем көрмеймін. Өйткені ұзындығы почти 5 метр машина ғой бұл деген. Сол себепті сондай екі-ақ есікті, бірақ 5 метрлік машина да. Сол себепті сондай. Енді сіздерге айдап көрсетейік. Бұл жақта коробкасын өзі жылдар бойы BMW-ға қойылып жүрген коробка болып саналады. Өте надежный бұл да коробкасы. Мен сіздерге контент болсын деп барынша тырысып жатырмын, барынша әртүрлі қылып қызықтыруға тырысып жатырмын. Сол себепті сіздерден де осы сәтте, қиналған сәтте кішкене көмек болса, мен риза болар едім. Акцияға қатысыңыздар, 5-ақ мың теңге небәрі 10 мың теңгелеп жіберіп, мә родной деп атсаңыздар, тіпті қуанатын едім. Менен білесіздер ғой, мен деген жақсылықты және де көмек қол үшін созған адамдарды ешқашан ұмытпайтын адаммын. Сол себепті давайте сізіміз мен бізіміз жарасып бір-бірімізге поддержка берейік. Құрметті Қазір ета гараж оқырмандары, алда Алла қаласа шайқас та болады, алда Алла қаласа одан да бөлек мықты жобаларды дайындап қойдым. Но енді төтенше жағдайға байланысты кішкене тоқтап қалғанымыз болмаса, әйтпесе осы жылы біздің жыл деп мен кәдімгідей қолыма алып прям топить етем деп отырмын. Мына қазір мен Камараның рөлінде отырмын депші. Естіп сөйлеу керек па қалай бұл жақта? Жалпы аспасы өте қатты екен. Кәдімгі құлаққа ұрады, дуф деп әрбір яман ұстаған кезде ойлайсың, мүлдем жоқ шығар деп ходовкасы. Өте қиын. Міне, түстік мысалы. Кішкентай нәрселер ғой, Lexus'ымда мүлдем сезілмейтін еді. Мұн жақта кәдімгі дуф деп каждый нәрсені, әр нәрсені сезеді. Ол ойлаймын 20 диск болғаннан кейін сондай болып тұр деп. Маған тағы да басқа камараларды айдап көру керек. Бірақ мына камарада біз аспасын тексерткізгенбіз, ешқандай не жоқ деді. Изиян жоқ деді, ештеңке бұзылып тұрған жоқ, ештеңке қирап тұрған жоқ. Егер ондай дауыстар естісеңдер, онда көліктің өзі сондай болып тұрғаны ғой деді. Негізі Камараның тарихына жалпы үңілетін болсақ, бұл білесіздер, ең басында 64-ші жылдары Мустангқа қарсылас ретінде олар General Motors негізі соның ішіне кіреді, Chevrolet кіреді, Cadillac кіреді. Сол General Motors Mustangтың қатты сатылымға шығып жатқан және де қатты танымал болып жатқанын көріп, сол уақытта сол жылдары бірден бізде осындай көлік жасау керекпіз, бізде ответка дейді ғой, ответка жасау керекпіз деп осы Камараны шығарған болатын. Сосын бір қызықты мәлімет бар, осындай ненің General Motors'тың маркетинг бөлімінің қызметкерінен, бастығынан даже сұраған кезде бақ өкілдері, не себепті Камара, неге сіздер Камара деп қойдыңыздар, ол не мағына білдіреді деген кезде, Камара деген мустангтарды жейтін жануар деп жауап берген екен. Мустанг деген білесіздер ғой, жылқы. Сол себепті Камара, Мустанг бәрі ол бұрыннан келе жатқан қарсыластар. Жалпы Камара басында жақсы сатылымға шығып, өте жақсы танымалдылыққа ие болып келе жатып, бірақ кейінгі жылдары үшінші поколенияларын 90-шы жылдарда 2000 жылға дейін шыққандары өте ұсқынсыз болып шыққан негізі. Ұсқынсыз дегенде кешірер мені, жалпы осы Chevrolet'тің фанаттары, Камараның фанаттары, бірақ менің жеке өз басыма, өз ойым онша емес шыққан 2000 жылғысы 99-шы сол жылдардағы кезеңіндегі. Сол онша емес шыққаннан кейін сатылым өте төмен болып кеткендіктен, жалпы Chevrolet компаниясы осы Камараның сатылымын жасауды мүлдем шығарылымын тоқтатып тастаған ғой. Сөйтіп 2002 жылы тоқтап тастағаннан кейін 2006 жылы Трансформер киносы шыққан кезде, барлықтарыңыз білесіздер ғой, сол кезде Бамблбидің рөлінде жай ғана прототипі, осы Камараның 5-ші поколениясының прототипі шыққан. Вот, 2006 жылы. Сөйтіп 2006 жылы барлығы не машина деп іздей бастап, бұл бар ма жалпы бұл өмірде деп іздеп, қатты сұранысқа ие болып, анау Трансформер киносының танымал болып кеткеннен кейін
жалпы сөйтіп 2009 жылы сол трансформерге түскен шанақтың жалпы 5-ші кезеңі осы Камараның бұл өмір есігін ашқан деп қоясың. Жарық дүниеге келген. Сөйтіп 2009-дан бері шығарылып келе жатқан көлік. Дәл менің көлігім, мына көлік, бұл 2015 жылғы. 2015 жыл деген ол өтпелі кезең, яғни 5-ші кезең мен 5-тен кейінгі кезеңнің өтпелі кезеңі. Бұл рестайлинг болып саналатын. Кішкене алдыңғы радиатордың торы кішкентай болып келеді, сосын жарықтандыру фаралары ұзынырақ болып келеді, мынандай төртбұрыш сияқты емес, домалақ сияқты емес. Бұл рестайлинг. Бұдан кейін 2016 жылы тағы да бұдан да жаңартылған түрі шыққан, барлығымыз білетін. Енді жалпы ойларыңыз жаза кетіңіздер, Камара деген кезде сіздерге не елестейді? Бұрынғы 60-шы жылдардағы масыл карма, аңызға айналған, немесе 2006 жылғы кинодағы Бамблби ма? Соны астыға пікірге жаза кетіңіздер. Сырттағы адамдардың барлығы қарайды, остановкаға тоқтаған кезде, андай светофорларда бүйтіп тұрған кезде барлығы қарайды. Прям және де егер сіз вниманияны ұнатпайтын адам болсаңыз, андай өйтіп қарағанын ұнатпайды. Бірақ вниманияны ұнатпайтын адам мұндай көлік алмайтын шығар. Вот. Даже вниманияны қатты ұнатпаса, андай, ортадағы адамның өзі бұндай көліктерді алады ғой. Әрбір баланың арманы ғой негізі осындай. Масл кармен, пони кармен жүру. Ол Камара болсын, Челленджер болсын, Мустанг болсын. Менімен келісесіздер деген ойдамын. Келісетін болсаңыздар комментарийге қалдырыңыздар ойларыңызды. Андай қатты ыңғайлы емес, әрине, үлкен андай көліктен 4 есікті көліктерді құсап, бірақ отыруға болады. Міне біздің қазір досымыз отыр артында. Көрсетіп қойшы. Қалай, ыңғайлы ма, брат, нормально ма? Нормально. Бас тиеді. Енді мен кішкентай сәбиім бар адаммын ғой, былай қарап тұрсаңыздар, отбасылы. Бірақ кішкентай сәбиім бола тұра біз бұл көлікті алуға екі қолмен келісіп, давай алайық деп шештік та. Ештеңкеге қарамай. Құрметті Казретро гараж оқырмандары, міне осындай көлік алдым. Алғанда қалай? Соңын айдын алмадым әлі деп айта береді Тима. Жалпы контент жасай беруден шаршамаймыз. Осы жыл біздің жыл деп біз өзімізге анықтап алдық. 22-ші жылы Алла қаласа көптеген жобалар сіздерге ұсынамыз деп, біз жобалардың басын қайырып спонсор іздеп, 1-2 жобаны уже дайындап қойдық. Енді Алла қаласа сіздермен біз болып, бір-бірімізге қол ұшын созып, сіздерден көмек, менен контент дегендей Алла қаласа мықты жобалар шығып қалады деген ойдамын. Келесі кездескенше Казретро гараж әрқашанда сіздермен, мына төменде описанияда бәрі жазылып тұр. Рахмет.